Так, 20-ға дейін күтеміз бе кішкене? Или бастаймыз ба? Жоқ, бастай бергеніміз шығар деп ойлап тұрмын. Кірсем баштаймын. Жасын төмендетті, иә? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен өте маңызды әрі өзекті тақырып мәтіндерді талдау және сыни қабылдау атты авторлық бағдарламамен ой бөліспекпін. Бұл бағыт қазіргі заманғы білім берудің негізі оқушының танымдық, шығармашылық, сыни ойлау қабілетін қалыптастырудың негізгі жолы. Бүгінгі оқушы ақпарат тасқынында өмір сүріп жатқан тұлға. Ол тек мәтінді оқып, мазмұнын айту ғана емес, сол мәтінді талдап, өзіндік пікірін қалыптастырып, сыни көзқараспен бағалай алуы қажет. Бұл 21-ші ғасыр құзыреттерінің бірі. Жалпы мәтінді талдау арқылы біз оқушыларға не үйретеміз? Автордың идеясын тануға, кейіпкердің әрекетіне баға беруге, түрлі көзқарастарды салыстыруға, тілдік құралдарды тануға үйретеміз. Ал сыни қабылдау арқылы оқушыда өз ойын еркін айту дағдысы қалыптасады. Дәлел мен сөйлеу мәдениеті дамиды, ақпаратты сұрыптай алу қабілеті артады. Сабақ барысында мен көбінесе бірнеше тәсілдерді қолданамын. Жалпы, деңгейлік сұрақтар қою, топтық жұмыс арқылы пікір алмасу, рефлексия жасау, әр оқушыны тыңдап, ойын құрметтеу. Енді жалпы бағдарламаның өзектілігі туралы айта кететін болсақ, қазіргі қоғамда ақпараттың үлкен көлемі қолжетімді, сондықтан оны дұрыс қабылдап, талдай білу маңызды. Мәтіндер тек әдеби шығармалармен ғана шектелмейді. Олар әлеуметтік, ғылыми, публицистикалық және басқа да ақпарат көздерінен алынуы мүмкін. Сол себепті оқушыларға мәтіндерді талдау және сыни қабылдау қабілеттерін қалыптастыру заман талабы. Бұл бағдарлама Қазақстанның жаңартылған білім беру мазмұнына сай құрастырылған, өйткені ол оқушыларды сыни ойлауға, жеке пікірін білдіруге және шешім қабылдануға ынталандырады. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі бағдарлама ғылыми негізде құрылып, әдістемелік тұрғыдан мұқият әзірленген. Ол тіл білімі, әдебиеттану, педагогика және психология салаларының соңғы жетістіктерін ескере отырып жасалған. Бағдарламада мәтіндердің әртүрлі аспектілерін талдау үшін қажетті әдістемелер ұсынылған. Мысалы, мәтіннің құрылымын, лексикасын, стилистикалық ерекшеліктерін, мазмұндық мәнін талдау әдістері енгізілген. Сондай-ақ бағдарлама оқушылардың оқу процесіндегі танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған тапсырмалар жүйесін қамтиды. Бағдарламаның жалпы негізгі жаңашылдығы сыни қабылдаудың интерактивті және заманауи әдістерін қолдану. Оқушылардың мәтіндермен жұмыс істеуі кезінде қолданылатын талдау құралдары мультимедиа және сандық технологияларға негізделген. Мысалы, мәтіндерге QR-код арқылы қолжетімділік, онлайн платформаларда талдау жүргізу, мәтіндерге визуализация жасау сияқты заманауи әдістер енгізілген. Бұл тәсілдер оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу материалдарын игеруді жеңілдетеді. Сонымен қатар бағдарлама оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған тапсырмаларды қамтиды. Педагогикалық орындылығы бұл бағдарлама педагогикалық тұрғыдан тиімді. Өйткені ол оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың танымдық және эмоционалдық даму деңгейлерін ескереді. Оқу процесі барысында әр оқушының жеке мүмкіндіктері мен қызығушылықтары назарға алынады. Бағдарлама құрылымында фронтальды, топты және жеке жұмыстарды үйлестіре отырып, әртүрлі оқыту әдістері пайдаланылады. Бұл тәсілдер оқушылардың білімді игеру қарқынын арттырып, оқу процесінің тиімділігін қамтамасыз етеді. Жалпы бағдарламаның мақсаты мәтін арқылы оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту, оларды ақпаратты талдау, жүйелеу, бағалау және шығармашылық тұрғыдан жетілдіру.
Жалпы бағдарламаның міндеттері негізінен төртке бөлінеді. Сыни ойлау негіздерін қалыптастыру, ол яғни оқушыларды мәтінді, мазмұны мен құрылымы бойынша талдауға, ондағы негізгі идеяларды анықтауға. Кешіріңіздер, тағы да адамдар қосылып жатыр екен. Бір-екі адамды қосып жіберейін. Анықтауға және оларды жүйелеуге үйрету. Ақпаратты талдау, дағдыларын дамыту, оқушылардың мәтіннен қажетті ақпаратты бөліп алу, фактілер мен пікірлерді ажырату, мәтін мазмұнын түсіндіру және интерпретация жасау қабілеттерін қалыптастыру. Шешім қабылдау қабілетін жетілдіру, мәтін мазмұнына негізделген шешімдер қабылдауға, оларды негіздеуге және қорытынды жасауға машықтандыру. Шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерді дамыту, оқушылардың мәтіннен шабыт ала отырып, шығармашылық жұмыстар, яғни эссе, сценарий, талдау жазуға ынталандыру және зерттеушілік жұмыс дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның құрылымы мына сияқты бөліктерден тұрады. Яғни мәтіндермен жұмыс істеу стратегиялары, бұл мәтін мазмұнын түсіну және негізгі идеяны анықтау, мәтіндегі фактілер мен пікірлерді ажырату, сөздікпен жұмыс, мәтіннен белгісіз сөздерді анықтау және олардың мағынасын ашу, сыни ойлау дамыту әдістері, сұрақ қою және жауап беру. Бұл жерде көбінесе Блум таксономиясын қолдандым. Мәтінге негізделген шешімдер қабылдау, оқушыларды мәтін мазмұнын талқылауға және өз көзқарастарын қорғауға ынталандыру. Шығармашылық жұмыс, мәтінге негізделген эссе жазу, альтернативті финал немесе оқиға желісін өзгерту, мәтінді визуализациялау, графикалық ұйымдастырушылар, кластерлер жасау. Оқушылардың өзіне беріледі, әртүрлі мәтіндерді өзгертіп, оқиға желісін өзгертіп, немесе финалын өзгертіп отырады. Практикалық тапсырмалар мәтінді мазмұндау немесе қайта құру. Рөлдік ойындар, кейіпкерлер атынан пікір білдіру, немесе кейіпкерге хат жазу, кейстік тапсырмаларды орындау сияқты тапсырмалар беріледі. Оқу технологиялары, яғни интерактивті әдістер, бұл жерде дебат, брейнсторминг, топтық жұмыс, немесе цифрлық платформалар арқылы оқыту. Бұл жерде Padlet, Canva, Quizzes, Learning Apps-ты қолдануға болады, Nearpod-ты қолдануға болады, немесе Kahoot және сөз жұмбақтар жасап қолдануға болады екен. Жалпы бағдарламада тексеру тәсілдері де болады. Тексеру тәсілдерінің өзі бірнеше аспектілерден тұрады. Қазір оның ішінде айта кететін болсақ, диагностикалық бақылау. Ол не екен? Ол бағдарламаның басында және соңында оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу қабілеттерін бағалау үшін сауалнамалар мен тест тапсырмаларын өткізу. Өзара өткізу, немесе басқа сыныптағы оқушылармен сауалнамалар жүргізу. Практикалық тапсырмалар, мәтін бойынша талдау жұмыстары, сұрақтарға жауап беру, мазмұнын қайта құрастыру, негізгі идеяны анықтау, эссе немесе пікір жазу тапсырмалары. Топтық жұмыстар, топтық талқылаулар мен пікірталастарды ұйымдастырып, оқушылардың аргументтер құру қабілетін бағалау. Критериалды бағалау, нақты критерийлер негізінде оқушылардың тапсырмаларды орындау деңгейін бағалау. Мысалы, түсіну, талдау, шешім қабылдау, шығармашылық ойлау критерийлері жатады. Жобалық жұмыс, оқушыларға мәтін негізінде жеке немесе топтық жобалар дайындау және оларды қорғау тапсырмаларын беру. Рефлексия, әр сабақ соңында немесе бағдарлама аяқталғаннан кейін оқушылардың өзін-өзі бағалауы және бағдарламаға қатысты кері байланыс беру. Енді оқытуды ұйымдастыруға әдістемелік нұсқаулар оқушылардың білім деңгейіне сәйкес жоспарлау. Әр уақытта біз қысқа мерзімді жоспарды жоспарлаған кезде де оқушылардың білім деңгейіне, жас ерекшеліктеріне мән береміз. Енді бұл жерде таным деңгейі алдық, оған оқушыларға мәтіннің жалпы мазмұнын түсінуге бағытталған. Тапсырмалар мәтіннің негізгі идеясын анықтау, негізгі оқиғаларды атау. Қолдану деңгейі мәтіннен алынған ақпаратты басқа контекстте қолдануға үйрету. Мысалы, мәтін мазмұнына сәйкес кесте немесе диаграмма құру.
Талдау деңгейі оқушыларға беріледі. Талдау деңгейі кезінде оқушыларды мәтінді бөліктерге бөлуге, мәтіннің логикалық құрылымын анықтауға үйрету, бұл үшін сұрақ жауап немесе талқылау әдістерін қолдану. Бағалау деңгейі оқушылардың мәтінге қатысты пікір білдіру, өз көзқарасын дәлелдеу және қорытынды жасау қабілеттерін дамыту. Жалпы біз осы бағдарламаны жазу кезінде қандай нәтижелерді күтеміз, оқушылардан нені күтеміз? Танымдық нәтижелер: оқушылар мәтін құрылымын талдай алады, ақпаратты жүйелеу, салыстыру және оны логикалық тұрғыдан байланыстыру қабілеті дамиды. Сыни тұрғыдан ойлап, мәтіннің негізгі идеялары мен жанама мағыналарын анықтай алады. Шығармашылық нәтижелер: оқушылар мәтінге негізделген эссе, пікір, сценарий сияқты шығармашылық жұмыстарды жаза алады, өз ойларын мазмұнды және жүйелі түрде жеткізе алады. Коммуникациялық нәтижелер: оқушылар мәтін бойынша пікірталасқа қатысады, өз көзқарасын дәлелдеп, басқа пікірлерді талқылай алады, топтық жұмыстарға белсенді қатысып, идеяларымен бөліседі. Практикалық нәтиже ол не береді? Мәтін мазмұнын өмірлік тәжірибемен байланыстыра алады, ақпаратты қолдану арқылы шешім қабылдап, әртүрлі ұсыныстар жасай алады. Біз осындай нәтижелерді бағдарлама барысында оқушылардан күтеміз. Енді жалпы осы не бойынша, бағдарлама бойынша айта кететін, сіздерге қандай ұсыныстарыңыз бар, не ұсына аласыздар? Чатқа жазып отырсаңыздар, кері байланыс керек сіздерден. Кері байланыс жасай отырсаңыздар, мен көп ұзақ созып, бүкіл авторлық бағдарламаның 158 беттен тұратын құрылымын алмай, сіздерге нақты уақыттарыңызды да алмай, керекті құрылыммен таныстырдым. Жалпы енді біз ұстаздар осы үдерісті оқытуда оқушыны тыңдауға, пікірін бағалауға, пікірталас алаңын қалыптастыруға баса назар аударуымыз керек. Мәтінді бір жақты талдату емес, түрлі интерпретация жасауға жол ашу, ойландыру, күмән тудырып, сұрақ қоюға итермелеу сыни ойлаудың басты алғы шарттары. Құрметті әріптестер, біз тек білім берушілер ғана емес, ойлауға баулитын жетекшіміз. Әрбір мәтінді терең оқып, оны оқушылармен бірге сөйлетсек, оларды тек оқу жетістігіне ғана емес, өмірлік маңызды қабілеттерге де үйретеміз. Білімді оқушы, ойланатын оқушы. Ал ойланатын оқушыны қалыптастыру, ол біздің сіздермен ортақ міндетіміз деп білемін. Сондықтан сіздерден кері байланыс күтемін. Кері байланыс жаза отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы авторлық бағдарлама туралы пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Кішкене уақыттарыңыз бар. Сіздерге кері байланыстарыңызды көрмей жатырмын. Чатқа жаза отырсаңыздар. Құрметті әріптестер. Әріптестер, микрофондарыңызды қойып, немесе чатқа жазсаңыздар болады. Рахмет. Әртүрлі қазір аудандардан қатысып отыр, облыстардан да бар екен. Рахмет, кіріп, тыңдап, кері байланыс жүргізіп жатқандарыңызға. Жалпы назар қойып, назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды қиып, демалыс уақытында кіріп отырғандарыңызға көп ризашылығымды білдіремін. Рахмет. Рахмет. Сіздерге де осындай авторлық жұмыс, авторлық жоба жазуларыңызды ұсынамын. Ол әр мұғалімнің қазіргі заманда 21 ғасырда біздің міндетіміз болып табылып жатыр.
Жақсы, көп рахмет. Қош, сау болыңыздар. Кері байланысқа шыққандарыңызға мың да бір рахмет. Рахмет, Лаура апай. Рахмет. Ісіңізге сәттілік. Рахмет. Сіздерге де сәттілік.